неге сен опытыңмен бөлісесің дейді да маған. Сен не істеймін бөліспегенде? Құдайдан сол нәрсе берілген болсын. Мынандай нәрсені түсінуіміз керек та, достар. Мен әсіресе достарыма айтайыншы, которые осы айтып жүрген. Қанат, сен неге опытыңмен бөлісесің, неге идеяңмен бөлісесің? Олар ертең дәл сенікіндей копировать етіп, сен сияқты миллионер болып кетеді ғой дейді да. Болсын деймін да. Асып өтсін, миллиардер болсын. Мен қуанамын, менің миссиям сондай. Неге? Өйткені мынандай ғой, достар. Егер де идеяны сен генерировать ететін болсаң, сен ниетіңді соған түзелейтін болсаң, идеяны генерировать ететін мен, ойлап табатын мен. Сондықтан оны сен 60 беру керексің да. Өйткені жаңа идея олсыз келмейді. Мен бір досыма бөлістім идеямен, күшті миллионер болып жатыр, мен жасаған нәрсені жасап жатыр. Енді менде новый задача тұрады. Мен одан да жақсы генерировать етіп идея шығаруым керек, одан да күшті болуым керек. Түсінесіз ба? Егер де сіз мынандай оймен жүретін болсаңыз, қазір мені ұрлап алады, сосын ол менен күшейіп кетеді. Конечно, сен ол бітті, сен сол жерден тоқтайсың. Сен басқа идея шығара алмайсың. Сол үшін идеяны генерировать ететін сіз болған үшін қорықпай бәрін беріңіз. От души болсаңыз, ашық болыңыз, ниетіңіз дұрыс болсын, ашық болыңыз, бәрі бай болсын, қазағым бай болсын деп ниет қылыңыз, тема болады.